على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағалаға сансыз салауаттар болсын, шүкірлер болсын, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Тәуба, Алла бәрімізді мұсылман қылды. Сол мұсылмандардың ішінде намаз оқитын қылды. Міне бүгін өзінің қасиетті үйіне жинап отыр. Біз осының қадірін білуіміз керек, құрметті ағайындар, құрметті бауырлар. Бұл оңайшылықпен болып жатқан жоқ. Біреулер еңбек етіп жатыр, осы мешіттің жарқырап тұруына. Сондықтан әр нәрсе өзінің бір қиыншылығымен келеді. Сондықтан біз соның қадірін біліп жүруіміз керек. Енді құрметті бауырлар, негізінде уағыздан көрі біз дәріске көбірек келуіміз керек. Неге? Өйткені дәріс алу ол фарыз. Ал фарызды орындамау ол күнә. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сіздерге мынау уағыздың алдында бір нәрсені ескерткім келіп отыр. Ол мына нәрсе. Алла субханаху тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Иннама яхшаллаха мин ибадихил ғулама» дейді. Егер бұл аяттың мағынасына үңілетін болсақ, Алла субханаху тағала былай дейді: ақиқатында шын мәнде Алладан қорқатын ол ғалымдар дейді. Демек, Алладан қорқатын адамдардың санатында біз жоқпыз. Жоқпыз. Ол Алланың сөзі Құрандағы. Пайғамбардың да сөз емес. Алла субханата бұл әлемді жаратқан. Бұл әлемнің егесі. Сізбен бірге бізге Құран түсірген Құранның егесі Алла субханата тағала айтады: Алладан шын қорқатын адам ол ғалымдар ғана дейді. Ешбіріміз айтылмадық ол жерде. Көрдіңіздер ме? Ал қазақ айтады: Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Демек, мен Серік ағадан қорқуым керек, Серік аға менен қорқу керек. Неге? Өйткені бұл кісі де, мен де Құдайдан қорқушылардың қатарында жоқпыз. Түсіңіздер ме енді? Дана халқымыз не дейді? Құдайдан қорықпағаннан қорқ дейді. Ал Құранда Алла тағала не деп жатыр? Құдайдан қорқатын кімдер дейді? Біз жоқпыз. Сонда мынадай нәтиже шығады. Мен Серік ағадан, Серік аға менен қорқу керек. Өйткені ол кісі де, мен де Алладан қорқатын адамдар айтылғанның ішінде жоқпыз. Көрдіңіздер ме? Алладан иннама яхшаллаха мин ғибадихил ғулама, Алладан шын қорқатындар ол ғалымдар. Басқа ешкім қорқа алмайды олай. Сондықтан Алла субханаху тағала бірінші аятты оқумен бастады. Оқы деумен. Астағфирулла. Иқра бисми роббикаллази халақ. Түсінесіздер ғой? Өйткені Алладан қорқатын ғалымдар, ал ғалым қайдан шығады? Оқумен шығады. Сондықтан Алла субханаху тағала оқы деген аятпен бастаған. Әйтпесе, Алланың еркеді ол. Құлшылық қылыңдар, ораза ұстаңдар, намаз оқыңдар деп бастай салуға болатын еді Құранды. Жоқ. Сондықтан енді қараңыздар, біз не істеуіміз керек? Ілім алуымыз керек. Ілім алуымыз керек. Енді осы жерде бір нәрсеге тоқталып кетейін, мына нәрсе. Сонда қалай? Өйткені ғалымдар деп неге айтып жатыр? Ғалымдар Алланың фарыз қылған нәрселерін біледі. Және Алланың тыйым салған нәрселерін біледі. Ал ғалым емес адам бұны білмейді.
Мысалы, қазір бізден сұрасақ, Алла нені фарыз қылды? Намазды фарыз, ораза. 5 парызды айтамыз, тіп болмаса 40 парызды айтамыз. Білсек оны. Көрдіңіздер ме? Біз намаздың фарыз екенін білеміз. Бірақ ата-анаға жақсылық қылудың фарыз екенін білмейміз да. Біз зинаның харам екенін білеміз. Бірақ ғайбаттың харам екенін білмейміз да. Біз қажылықтың фарыз екендігін білеміз. Білім алудың фарыз екенін білмейміз да. Арақтың харам екенін білеміз. Қараш, ата-анаға қатты сөйлеудің харам екенін білмейміз. Сондықтан сендер қорқа алмайсыңдар дейді. Харамнан тыйылмай, бұйрықты орындамайынша, ол адам Құдайдан қорыққан болып саналмайды. Міне әңгіме қайда жатыр. Алладан ғалымдар қорқады деген сол. Ол санатқа біз кірмей қаламыз. Міне мәселе қайда жатыр. Сондықтан мен өз жерде айтайын деген нәрсем, негізгі нәрсе, біз ғылымға, ілімге ұмтылуымыз керек, құрметті бауырлар. Мына уағызға жиналғандай, біз дәріске жиналуымыз керек. Ғылым фарыз, ілім үйрену фарыз, құрметті бауырлар. Ол намаз фарыз болған сияқты фарыз. Сен намаздың бір қиямы бар, ол қиям деген рүкіні бар. Сол рүкінде атқарылатын қандай іс бар? Қирағат бар. Ол уәжіп фарыз. Құран дұрыс болу үшін тәжвид оқу керексің, уәжіп. Мен алысқа бармай қойайын, өзіміздің күнделікті ғибадатқа қайтатын болсақ, біздің күнәміз басымыздан артылып жатыр. Сен намаздың фарыз екендігін білдің, бірақ сол намазда бір рүкінде атқарылатын қирағаттың тәжвидпен оқудың уәжіп екендігін білмедіңді, күнәһарсың. Жарың мойның жібермейді, мына жерге келіп, 1 ай, 2 ай тәжвид алуға. Өткенде жамағатқа сұрақ қойып жатсам айтамын да, таямның қанша парыз барын, біреу 2 парыз дейді, біреу 3 парыз дейді, біреу жаңада айтып жатырды. Сонда қарапайым нәрсе таямда қанша парыз барын екен білмейді да. Демек, осы уақытқа дейін таяммен оққан намаздарының бәрі қабыл болған жоқ, мойнынан түскен жоқ. Бүгін таямның парызы қанша екенін есіне түсті ме? Ана намаздың бәрін қайта оқу керек. Міне әңгіме деген осындай болады. Сондықтан ол бір жай нәрсе емес, бұл ілімді Алла пайғамбарымыз мұсылман әйел мен мұсылман ерге білім фарыз деді. Құранның 1-ші аяты иқра бисми раббикаллази, Алла субхана тағала. Оны жай айтып жатыр деп ойлап тұрсам, сіздің таям үшін ілім керек. Сіздің дәрет алу үшін ілім керек. Құранды оқу үшін ілім керек. Мен енді астрономия, химия, физиканы айтпай қояйын. Мені көрдіңіздер ме? Біз соны құнттамаймыз. Уағызда жаңағы жетіп келеміз. Біз тәжвидте бұдан көп отыруымыз керек та. Өйткені ол фарыз. Біз фиқ сабағында бұдан көп отыруымыз керек. Өйткені ол дәретті, құлшылықты білу, зекетті білу, қажылықты білу, ол фарыз бізге. Біз жаңа бір санаулы фарызды білеміз. Намаз фарыз, ораза фарыз, зекет фарыз, қажылық фарыз, шамаң жетсе дейді. Арақ қарам, зина қарам, тағы ұрлық қарам, бітті. Қарамыз сонымен шектеледі 5-6 нәрсе. Фарызымыз 5-6 нәрсемен шектеледі. Сіз 40 фарызды білесіз бе? Мен жайым, бабаларымыз сол 40 фарыздан бастаған ғой, ең болмағанда 40 фарызды білеміз бе біз? Қазір дәрістің уағыздың соңында сұрайым мен ол 40 фарыз. Интернетке қарамаңыздар. Түсіндіңіздер ме? Сотқа қопарып кетпеңіздер. Мысалы, тәжвидпен Құран оқып жүрген адам бар ма қана? Санаулы ғана шығар. Көрдіңіздер ме? Біз жалқаумыз. Жақсы. Сондықтан құрметті жамағат, құрметті бауырлар, ілімге ұмтылыңыздар. Ең болмаса, фақих болмасаң да, сол намаздың бір рүкіні қиямда қирағатты тәжвидпен оқитын адам болшы, ең болмағанда. Я Раббым, қолымнан келген осы деп ертең айтатындай. Ең болмағанда Құранды қатесіз оқиықшы. Құранды
Көрдіңіздер ме? Сондықтан осыған мына әсіресе жастар бір қари бол демеймін, ең болмағанда жаңа бір ракат намазда сол Құранымызды қатесіз оқитын бір мұсылман болайыншы. Философ, академик бол демейміз. Дәретін толық дұрыс алатын. Сол дәретте қанша фарыз бар? Қанша уәжіп бар? Дәреттің қанша сүннәті бар? Мысалы, кім айтып бере алады? Біз айтамыз, я Алла пайғамбарымыздың ақ туының астында пайғамбармен, сахабалармен бірге тірілуді нәсіп етші. Пайғамбармен жәннатта бірге болды. А сен пайғамбардың ісін білмейсің ғой, дәрет алғандағы сүннетін қаз қалпында айтып беретін біреу бар ма қазір? 17 сүннеті бар, 18 сүннеті бар дәреттің деп. Сол дәрет ал сүннет дегені, сол дәрет алған кезде пайғамбарымыз өзі істеген амалдар ғой. Мен фарыз уәжібін айтпай қой. Енді біз пайғамбардың сүннетін білмесе қалай онда пайғамбармен бірге тірілеміз? Сүннет деген былайды, біз айтамыз, сүннет қой дейміз да. Бите саламыз ғой, дұрыс па? Сүннет қой дейді. Енді мына бір аятқа тоқталғым кеп отыр. Кейін соның аясында сіздерге біраз әңгіме айтып берейін енді. Алла Субханаху тағала Зумар сүресінде мынадай бір аят келтіреді. Бұл бәрімізге қатысты. Алла Субханаху тағала айтады, астағфирулла, «Құл я ғибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мир рахматиллах инна Аллаха яғфиру зунуба джамиға» дейді. Иннаху хуал афуру рахим. Аят. Бұл аятта айтады, құл, ей Мұхаммед, пайғамбарымызға Алла уақи түсіріп атыр. Айт, ана үмметіңе. Үмметі деп жатқан жоқ. Я ғибади, Алла құлым деп атыр. Пайғамбарымызға айтып атыр, сен менің құлдарыма айтшы дейді. Оның ішінде бәріміз кіріп кетеміз. Қандай құлдарына? Әллазина асрафу аля анфусихим, өздерінің нәпсісімен шектен шыққан. Бұлайша айтқан кезде күнәға белшесінен батқан менің құлдарыма айт дейді. Күнәға белшесінен батқан менің құлдарым айт дейді. Ла тақнату мир рахматилла. Сол құлдарым білсін, менің рахметімнен күдер үзбесінші дейді. Алла бізді тастап қойған жоқ, құрметті бауырлар. Құлым деп жатыр. Және сол өзі күнәға белшесінен батып тұрған менің құлым менен күдер үзбесінші дейді. Менен дейді. Алла сұрап атыр. Ей пендем, құлым, сен қанша күнә істеме, бір нәрсені білш дейді. Менің рахметімнен күдер үзбеші дейді. Шақырып атыр. Не істеме? Шіріктен басқаны істедің ба? Күдер үзбе. Міне Алланың рақымы да бізге беріп атқан. Қандай күнә істеме? Ла тақнату мир рахматилла, менің рақымнан күдер үзбе деді. Инна Аллаха яғфиру зунуба джамиға, Алла Субханаху тағала күнәнің бәрін кешік дейді. Енді осы аяттың төңірегінде риуаяттар бар. Бұл тафсирлерде бір 3 түрлі кісіге қатысты айтылады бұл. Сол бір риуаятта, енді соның біреуіне тоқталайын, бұл Уақши. Негізінде ол адам Уақши болды дейді. Тағы бір адам бар, бірақ бір риуаятта осы Уақшиға кеп тоқталған. Тағы 2 адам туралы айтылады бұл жерде. Сол адамға
қатысты түсті деген 3 риуаят бар. Біз Уақшиді білеміз, кім ол? Сахаба. Енді ол сахабаның қандай ісі бар? Үлкен күнәсі бар. Ол қандай күнә еді? Хамзаны өлтірген. Енді бұл кісі пайғамбарымызға хабар жетті дейді. Бір риуаятта өзі келді дейді. Ва Расулулла, Алла мені кешеме деп. Бір сахабалар айтады, бір риуаятта айтады, Уақши исламға келгісі келеді, бірақ күнәм жаман, Алла мені кешпейді деп жатыр дейді. Ол жаңа Хамзаны жалдамалы түрде Хамзаны өлтіреді, Хамзаның ішін жарады, ішін ақтарады, бауырын кесіп, Хиндқа алып береді. Ол менің бауырымды өлтірген Бәдірде деп, оны шайнап, бауырын шайнап жейді. Енді кек қайтардым деп ойлайды ғой. Кек қайтардым деп ойлайды. Сол Хамза Ухуд шайқасында кімге? Уақшидің қолынан қаза табады, бірақ ол кісі не болады? Шахид болады. Сол Ухудта жерленген 70 сахабаның бірі сол Хамза, Сайфулла, Алланың қылышы деп аталған. Пайғамбардың немере ағасы. Бұл нәрсе пайғамбарымызға да ауыр болған еді. Сонда Уақшиға айтындар, ислам қабылдасын. Инналлаха ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру мадуна залика лима яша деген аят бар дейді. Яғни Алла тағала шіріктен басқа күнәнің бәрін кешеді деп айтты дейді. Бұл жерде мені айтқан жоқ, қанағаттанбаймын дейді. Сонда келесі аят түскен, осы аят. Ей, күнәға белшесінен батқан құлым, құлдарыма айт, менің рахметімнен күдер үзбесін, Алла тағала күнәнің бәрін кешет деген кезде Уақши не деді? Ашхаду алла илаха илlallah ва ашхаду анна Мұхаммада Расулулла деді. Осы аят түскен дейді. Сонда Алла күнәнің бәрін кешет деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жанында отырған сахаба шірікті деме деді дейді. Аллаға ортақ қосуды ма деді дейді. Яғни Аллаға ортақ қосуды да кешеме сонда деп айтып қалды дейді. Пайғамбарым үндемеді дейді. Я Расулалла, Аллаға ортақ қосуды да ма деді. Пайғамбарымыз үндемеді дейді. Сол кезде мына аятты да жалғастырды деп келеді. Инналлаха ла яғфиру ай юшрабик ва яғфиру ма дуна залика лиман. Алла өзіне ортақ қосқанды кешпейді, одан басқаның бәрін кешеді. Ал бір хадис келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не істеді дейді? Алла тәубаның есігін ашты дейді. Сондықтан Аллаға ортақ қосқан мүшрік бола ма, ол басқа дін өкілі бола ма, егер ол тәуба қылып істегенін тоқтатып Аллаға жалбарынса, Алла оны кешеді деді. Ештеңе емес Аллаға. Өйткені Алла субхана тағала мейірімді. Енді қараңыздар. Демек адамның күнәсі кешірілсін не істеу керек? Тәуба ету керек. Тәуба жасауымыз керек. Құрметті жамағат. Тәуба. Енді тәуба қалай болады? Тәуба деген негіз сөздің мағынасы ар-руджух. Қайту. Ва анибу иля роббикум аяттың жалғасында келеді. Сендер Раббыларыңа қайтыңдар дейді. Тәуба. Сондықтан Алла субхана тағала тәубаның
есігін ашып қойды, құрметті бауырлар. Күн батыстан шыққанша, жан алқымға келгенше Алла тәубаның есігін ашты деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Бұл Алланың құлына деген мейірім, рахметі, құрметті болған. Сонда айтты дейді, Алла тағала шірікті деме дегенде пайғамбарымыз не істеді дейді? Әрбір жақсылыққа 10, әрбір күнәға 1 күнә ғана жазады деді дейді. Міне Алланың рахметін қарашы. Сосын тәубаның есігін ашып қойды дейді. Тәуба не? Ғалымдар айтады, егер күнә пенде мен Алланың арасында болса, оған 3 шарт керек. 3 не керек? 3 шарт керек. Қандай? Күнәні тоқтату керек, істеген күнәні. Өкіну керек. Неғып істедім бұны? Қуансаң, тәубаға жатпайды. Өкіну керексің. Және сол іске қайта бармауға бел байлайсыз. Қайта осы 3 шарт табылмайынша тәуба қабыл болмайды. Мысалы, бір адам арақ ішті дейік. Ол адам не істету керек? Ішкен арақты тоқтату керек. Не істеп қойдым мен деген деп адам өкінсе, онда тоқтату керек, өкіну керек. Осы бәле неғып іштім мен? Ол жаңа мынау балам үйлендіргенде шем деген, сол кезде ішіп алайын, сосын қоям да, ол тәуба емес ол. Ана Жанболат имам баласын тойында шем деген, сол кезде шем, одан қойым. Ондай болмайды. Оны тоқтату керек, және өкіну керек. Сол кезде ғана тәуба не істейді? Толық орындалған болады. Ал егер тәуба адам мен адамның арасындағы хаққа қатысты болса, жаңағы 3 шартқа 1 шарт қосылып 4 болады. Бірінші, күнәні тоқтату керек, жаңа 3 шарт қайталанады. Өкіну керек, қайта істемеймін деп бел байлау керек, және 4-ші, ана кісіден кешірім сұрау керек. Алған нәрсесін немесе қайтарып беру керексің. Сол кезде ғана ол тәуба қабыл. Егер бұл 4-ші әлгі адам айтса, жоқ, ақыретке қалдырдым десе, ақыретте сенің сауабыңнан алады жинаған. Ал қанша алады, оның есебін Құдай береді. Құдай береді. Мүмкін бәлкім сенің өмір бақи оққан намазыңның сауабы жетпей қалуы мүмкін. Солай. Бәлкім сенің өмір бақи жинап келген, беріп келген зекетіңнің сауабы жетпеуі мүмкін. Не істейсің? Ананың күнәсінен саған салынады, берметін ештеңе болмағаннан. Сол үшін Алла Субхана тағала не істеді? Тәубаның есігін ашып қойды. Енді осы жаңағыдай сіздерге кішкене осы тәуба мен истиғфарды байланыстырып айтып берейін. Бұны біз көбіміз түсінбейміз. Қазір мен сіздерге түсіндірем. Бірақ қашып кетпеңіздер мына жерден. Ол ащы да болса шындық. Алла Субхана тағала Құран-ы Кәрімде бізге бұйырды. Жаңа мен жоғарыда айттым ғой. Біз намаздың фарыз екенін білеміз. Бірақ истиғфар тілеудің фарыз екенін білмейміз да. Сондықтан Алла тағала пендесінен истиғфар сұрауды міндеттеді дейді. Алла Субхана тағала Құранда айтады: «Вастағфируллаха». Әмір. Сізбен бізге айтып жатыр. Алладан кешірім тілеңдер дейді. Не үшін? Күнә жасадық қой. Күнә жасадық. Инналлаха ғафурур рахим. Ақиқатында Алла кешірімді. Ғафур және мейірімді, рахим. Көрдіңіздер? Ғафур деді, рахим деді. Біз өзі бүкіл ісімізді бисмиллахир-рахманир-рахим деп Алланың 2 сипатымен бастаймыз. Рахман болған, рахим болған. Неге біз бұны қайталай береміз, білесіздер ме? Раббыңның рахман, рахим екенін ұмытпа деген сөз ғой. Сосы ма? Тамақ ішсең де, жаңағы жұмыс бастасаң да, үйге кірсең де, басқа қылсаң да, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ұмытпа дейді. Раббыңның рахман, рахим болған. Сондықтан айтып жатыр: ана күнәға белшесінен батқан құлдарым,
менің рахметімнен күдер үзбесінші дейді. Соны ей Мұхаммед жеткізші аналарға дейді. Жеткізші дейді. Екінші аятта Алла Субхана тағала былай дейді: "Ва анистагфиру раббакум сумма тубу илейхи." Сендер Раббыларыңнан кешірім сұраңдар дейді. Тағы бұйрық сыйғасымен келген. Кешірім сұрамыз керек. Я Алла, кешірші мені. Кейін тәубасын қылыңдар дейді. Міне көрдіңіздер ме? Мен осы екі нәрсені айтқым келіп отыр. Алла тағала айтады: "Сендер кешіріңдер, кешірім сұраңдар" дейді. Сосын тәубасын жасаңдар дейді. Сондықтан тәубаның есігін Алла Субхана тағала ашып қойды. Мысалы қалай? Мен Майқұдық пен қаланың арасына жол салуды ұтып алдым. Асфальт салуды. Сөйтіп о жерден 2 сантиметр асфальтты жедім. Түсінесіздер ме? Мен күнә екенін білдім, енді оны жеуге білмедім басында. Сосын біреу айтты: "Бұл жеу күнә" деді. Күнә деді. Не істеймін? Алла, мына күнәмді кешір. Мына бейбақ мен білмедім. Оның күнә екенін. Сөйттім да мен 2 сантиметр асфальтты жеп қойдым 10 километр. Деп Алла айтады, Алла деген кезде Алла айтады: "Сен сол ісіңе истиғфар сұра" дейді. Сосын не істе дейді? Тәуба қыл дейді. Тәуба қыл деген сөз, ана 2 сантиметр асфальттың құнын орнына құю керексің. Тәуба деп соны айтады. Сіздер ойламаңыздар, 2 сантиметр асфальтты жедің, мынаның штукатурын жедің, кірпішін жедің, намаз оқыдың, Аллаху акбар. Жоқ. Сондықтан Алла айтты: "Бірінші күнәларыңа кешірім сұраңдар" дейді менен. Сосын оны істеңдер дейді, тәуба қылыңдар деген, ана өзіңе тиісті болмаған алған нәрсені қайтару керек. Мен бүгін тәубаға келдім. Студент болып жүргенде Жәкеңнің бір жекетін тартып алған едім, әлім жеттік жасап. Ауылдан келген бала қаланы білмейді. 2 удар бердім да киіп алып болды. Менікіден аға сіздікі деді. Бүгін намазға келдім. Мен тәуба қылуым керек. Алла, мен осыдан 10 жыл алдын ана бір бауырымның қыстығыны күрткесін шешіп алған едім. Алла не дейді? Тубу. Тәуба қыл дейді. Тәуба қыл дейді. Ол не деген сөз? Қайтар. Соның құнын қайтарасың, болмаса өзің қайтар. Енді 10 жыл курткадан не қалды? Жәке, сол кезде куртканы қанша қалған едің? Мә соның құны. Жоқ, мен кештім десе, Құдай кешеді. Кешпедім десе, жаңағы 2 сантиметр асфальттың құны, куртканың құны қияметте қайтарасың. Сондықтан тәубаны адам дүниеде көтеру керек. Бірде бір әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам алдына келеді, айтады: "Уа Алланың елшісі, мен зина жасап қойдым" дейді. Пайғамбар айтады: "Bir айналып кел" дейді. Өйткені мысалы адам иқрардың шарттары бар шариғатта. Қандай шарттары бар? Егер бір адам өзінің күнәсін мойындап келсе, оны бірден шариғат не істемейді? Иқрар дейді, мойындауын қабылдамайды. Мүмкін ол өмірден түңіліп өлгісі келіп тұрған шығар. Жоқ, 1 айналып кел, 1 айналып кел. Ана кісі айтады: "Я Расулалла, мен зина жасадым." Онда дейді, көтерген болсаң, осы баланы туып кел дейді. Әлгі әйел баланы: "Я Расулалла, мен туып келдім." Енді бұл баланы омыраудан шығарып кел дейді. "Я Расулалла, мен омыраудан шығарып келдім." Енді бұл баланы ер жеткізіп тәрбиелейтін бұған уәкіл тауып кел дейді. "Я Расулалла, уәкілді алып келдім" дейді. Уәкілді алып келдім дегеннен кейін пайғамбарымыз дейді: "Мына кісінің жазасын беріп қойыңдар" дейді. Сахабаларға бұйырады. Ол ражм деген енді білесіздер, белден шұңқыр қазады, соған адамды отырғызады да тасборан қылады. Сөйтіп жаңағы зина жасаған адамның жазасын береді. Сонда әлгі бір тас тигенде денесіне бір сабын қан шашырайды. Сол ана бет жиркенеден бір зинақор әйелдің бір қаны тиді болды дегендей жаңа. Соны байқаған пайғамбар дейді: "Жиркенбе" дейді. Бұл дүниенің бүкіл тәубасын қосқанда дейді, бұның тәубасына жет. Өйткені ол ақыреттегі алатын күнәсінің жазасын дүниеде тартып кетіп жатыр. Ол екінің бірінің қолынан келмейтін тәуба. Сондықтан истиғфар бір мәселе, тәуба бір мәселе. Осыны шатысымен астафралла деп күніне 100 рет емес, миллиард рет айтсаң да, сен ана 2 сантиметр асфальтпен мына куртканы қайтармасаң, ол тәубаға жатпайды.
Менің қолым бір Серік ағаның қол астында істеп жүрген кезде мына кісі жолда күніне 20 литр құяды, соның 5 литрін жеген шығар. Бүгін намазға келді. Мен 5 жыл ана фирмада жұмыс істедім, күніне 5 литрден алып отырдым. 5 жылда қанша болады? 5 тонна, 10 тонна. Бүгін соны қайтару керексің. Аға, Серік аға, сіздің анау қол астыңызда жолда істеген кезде трактор айдаған мемтызы, сол кезде күніне 5 литрден алып қап отыратынмын сізден. Сол 5 жылда осынша болған екен, соның бүгін несін қайтарайын деп едім, тәубасын жасайын деп едім, соның құны міне деп алып бару керексің. Жоқ бауырым, кештім десе кешіледі, кеш бермесе қайтарып беру керек. Оны ақыретке алып кетпей қайтесің, ақыретте сауап ала алмайсың. Сен дүниеде қайтарсаң, кеудеңнен жаның шыққанша сен сауап жинап алуға мүмкіндік бар да. Сауап жинап алуға мүмкіндік бар. Ең болмаса да мешіттің ауласын сыпырып өтсең де, тегін. Ал ақыретке таразыға барған кезде не істейді? Анау бір аят келеді, мен сізге мағынасын айтайын аяттың. Негізі осы аят жаңа жоғарыда бірінші айтқан аяттың жалғасында келеді, жаңа белшесінен батқан құлдарым айт деген аятта келеді. Кейбір адамдар көп сауап етеді екен дүниеде. Сол кейбір адамдар қиямет күні есеп қисапқа барып, амал дәптері ашылғанда дейді, жаңағы істердің дейді, бірде-бір сауабын таппайтын адам болады екен ғой. Қасіретке ұшырағыр деп келеді аятта. Қасірет. Не болды енді дейді, не болды дейді. Не намаздың сауабы жоқ, не оразаның сауабы жоқ, не зекеттің сауабы жоқ, не салған мешіттің сауабы жоқ. Сен мешіт салғанша жаңағы қарам жолмен келген ақшаға, анау 2 сантиметр асфальтты қайтарған жақсы. Бұл бауырымыз анау совхоздың кезінде колхоздың жаңағы 100 қойын жеді ма, бүгін сол ақшаны апарып құю керек сол ауылға. Кезінде осы ауылды басқарып тұрғанда бір 100 қой жем, шамамен 100 қой болады, бір 5 жыл әкім ба, 10 жыл совхоз директоры болдың ғой енді. Енді соны бүгін намазға келдің, мешіт салғың келеді, қажылыққа барып келдің, тәубасын жаса ананың. Ол Совет одағында демейді ғой. Қайда ол басқа зам, басқа уақыт болғаны жоқ, олай емес. Сен балағатқа туғаннан, толғаннан бергі күнәңа жауаптысың. Ол сен Совет одағында өмір сүресің ба, атеистік дәуірде өмір сүресің, ислам халифатында өмір сүресің ба, сен балағатқа толғаннан бергі жіберген күнәңа истиғфар сұрап, және оның тәуба жасайтыны бар ішінде, тәубасын жасау керексің. Тәубасын жасау керексің. Сондықтан бұл өзіне тиісті болмаған нәрсені алған әрбір адамға қатысты. Мына жерге айтты жаңағы 10 тал егуге ақша бөлінді. Сен алдында 5 тал еге салдың. Ана 5 талды қайтарасың қиямет күні, бұл дүниеде қайтармасаң бар. Бүгін тәубаға келдің ба, мынау акиматтан ақша бөлінген еді, мына жерге 10 тал ек деп. Ол кезде енді білмедім күн екен, 5 тал егіп отчет жасап кеткен едім. Бүгін намазға келдім, енді сол 5 талды егіп кетейін деп кеп тұруыңыз керексіз. Тәуба деген сол құрметті. Алла тәуба еттім деген сөз емес. Тәуба деген сөз. Сондықтан Алла Субхану тағала айтады: "Вастағфиру ва нистағфиру раббакум", Раббыларыңнан кешірім сұраңдар. "Сумма тубу илайхи", кейін оған тәуба қылыңдар дейді. Сондықтан не нәрсені алдық, бүгін орнына қойайық, кеудемізде жанымыз барда. Бір тиынға жауап береміз, Құдайдың құзын. Ойламаңыз сіз. Ол сен совхоз, жаңағы Совет одағында совхоз басқардың ба, қазір басқардың ба, оның айырмашылығы жоқ. Есіміз жиайық, құрметті бауырлар. Бұл Алланың шариғаты. Ол мешіт салып, мешіттің кілемін ауыстырып беріп, лампішкесін ауыстырып беріп, дәнетханасына краник орнатып беріп, кетіп қалам деген болмайды. Болмайды. Асфальт жедің ба, орнына қой. Ағаш жедің ба, орнына қой. Кірпіш жедің ба, орнына қой. Сарелка жедің ба, іштің ба, орнына қой. Қою керек.
Тәуба деген сол. Кезінде біреуді ұрдың, Алла саған бір преимущество, жаңағы артықшылық берді, мықты спортсмен болдың, біреуді екі ұрып құлаттың, бүгін кешірім сұра анадан. Білесің бана достардың алдында сені бір екі ұрып құлатқан едім, кешір, ол кезде білмедім деп, бүгін кешірім сұрап бару керек. Егер оны ол кешпесе, ол қияметте сенің сауабыңнан алады. Ешкім есептен құтылмайды, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз айтты ғой, мақшарда, есеп қисатта, сиратта ешкім ешкімге жәрдем бере алмайды деді. Жәрдем бере алмайды. Сондықтан қандай қателік, күнә жіберген болсақ, бүгін соны еске алайық та, тәубасын жасайық. Тәубасын жасайық. Оның барлығының есебі бар ертең. Біреуді алдап, тұрмысқа шығып алған болсаң да, ертең қиямет күнде қақын алады сенен. Сен ойлама жаңа, ашық ауыз жігіт алдап тұрмысқа шығып алдым деп. Жоқ. Оның бәрі әшкере болады. Сен оның қақына қол сұқтың. Тазасың ба деді, тазамын деді. Ана жігіт сенді алды, а негізінде олай емес еді. Жоқ, ол жай құтылып кетпейсің сен ол. Есебі бар оның. Ертең қиямет күнде сен одан қақын аласың, сені алдаған үшін. Адам адамды алдамау керек. Сондықтан адам күнәсін бұл дүниеде тарту керек. Негізі сол, мысалы зина жасадың, рахат. Рахат па? Тәубасын қыл деген негізі мойындап келу ғой. Білесіздер ме? Тәубасын. Енді қазір Аллаға шүкір дейміз бе, әйтеуір шариғат заңы жоқ қой, сондықтан жеңіл болып тұр ғой бізге өмір сүру. Өмір сүру жеңіл болып тұр. Ал енді сен мойындап кеш, мен 2 рет зина жасап едім, қазы жазамды беріп қой деп. Келе аласың ба сен? Сен ойлап тұрсың да қазір зина жасау жеңіл деп. Оның тәубасы қалай болатынын білесіз ба? Егер сен алдын үйленген немесе тұрмыс құрған болсаң, сен өлім жазасың. Ол оңай нәрсе емес, сондықтан құрметті бауырлар, Алла тағалаға шынайы тәуба қылайық. Прокурор болдың. Біреудің үстінен өтірік іс қозғадың, сол үшін ақша алдың. Бүгін ана адамнан кешір бауырым, сені өтірік соттатқан мен. Сот болдың. Тағы қандай қызмет бар жаңағы, қызметін асыра пайдаланатын. Айтыңыздар. Бәрі бүгін тәубе ету керек. Мешіт салумен, медресе салумен құтылып кетпейсіздер. Бәлкім жетпей қалады сіздің сол жиған сауабыңыз бір күнәңіздің тәубесіне. Сондықтан тәубе етейік, құрметті бауырлар. Бірақ ұмытпаңыздар, Алла мейірімді. Қайда ол, анау асфальттың ақшасын қайтару деген 10 километр асфальт, 2 сантиметр, қанша миллион болады шамамен? Қаншама откаттар бар. Ойбай, оны есептемей қой. Енді анау налогтан бүйткендерді айтпай қойын. Енді оны Құдайға тапсырайық, өздері білсін. Ол үкіметтікі дейтін, ол бәрі халықтікі. Халықтікі. Тауба жасайтындар, анау ЛРТ-ның таубаға кеп атса, біреулер хозяиндары. Тауба жасау керек қой. Экспоның, соған қарағанда әкім болмағана, прокурор, сот болмағанға альхамдулилля дейсің ғой. Біз ойлаймыз да кейде, неге Алла маған прокурорлықты бермеді, ай шіркін, бір Қарағандының әкімі болғанда, ең болмағанда Қазбекби ауданы әкім қылғанда біраз басып қалатын едім деп ойлау мүмкін ғой. Бірақ болмағанына шүкір деді, өйткені сол кезде болып қалғанда бүгін отыратын едім де қалай қайтарам деп. Алхамдулилля. Сондықтан Омар радиаллаху анхудың мынадай сөзі бар, бүгін мен жазып қойдым оны. Менің қалай таң атырғаным маңызды емес дейді. Ол күні жақсы нәрсе ме, жаман нәрсе ме дейді. Оған мен мән бермеймін дейді. Өйткені жақсы нәрседе мен жақсы көрген нәрсе ме, әлде мен жақсы жек көрген нәрседе қайыр бар ма, мен білмеймін дейді.
Біз білмейміз. Біздің мүмкін осылай қызметке қабылданбай бір бишара болып қалғанымыз біз үшін қайыр болуы мүмкін де. А сол кезде әкім болып қалғанда не болатын еді? Сот болып қалғанда не болатын еді? Біреу бүйтіп арасына көкесін салды да бүйтіп өтіп кетті да. Сен өте алмай қалды. Сен ойладың, мен жолым болмай қалды. Алла, нақ мені үйттің деді. Негізінде сенің жолың болып тұр ғой. Жолың болмағанда, сол күні жолың болмағанда сен яғни өтіп кететін, өтіп кеткенде бүгін тәуба жасау керек болып отыратын еді жаңағыдай. 5 миллиард, 10 миллиардты қайдан алам? Ол не болады енді тәуба? Сен басыңды сәждеден көтермей өтсең де тәубаң қабыл емес қой. Өйткені сен қалдың. Ал енді жарайды, сен 2 сантиметр асфальт жедің. Сол асфальттың сапасынан қанша авария болса, ол қанша адам көз жұмып кеткен болса, сенің мойныңда ғой, білесің ба? Сенің мойныңда ғой ол. Ана сапаның төбендігінен ойылып кетті да ана бишара аунап кетті. Нормальнақ келе жатқан бала шағасымен шейіт болды. Кімнің мойнында? Сенің мойнында сол жол салған адамның мойнында. Қаншама адам ақша салып, үй салды, құлады. Кімнің мойнында? Бала шағасы, сол біреу барып асып қалған шығар, көтеремей. Бар ақшасын салып үй алған еді, үй барып та құлап қалды, жарамай. Енді ештеңесі жоқ. Баласының алдында, елдің алдында намысы бар, барып та асылып қалды. Оның обалы кім? Сол үйді салған адамдар. Бәріне адам жауап береді, құрметті. Бәріне жауап береміз. Сондықтан шынайы тәуба қылайық. Алла тағала: "Я юхаллазин аману тубу илаллахи таубатан насуха" дейді. Иман келтірген өзі тәубаны, истиғфарды иман келтірген адам ғана жасайды. Қиямет күнге кім барып кетіп барғасын көреміз дейді да, иман келтірмеген адам. Ана асфальтты қайтар десең айтады ғой, о жаққа біреу барып кетіп барғасын көреміз. Көппен көрген ұлы той дейді. Енді Алла тағала тәубаны кімге айтып жатыр? Я айюхаллазина аману. Иман келтіргендер, адамдар деген жоқ. Адамның бәрі тәуба қыламайды. Иман келтірген деді. Тубу ила, Аллаға тәубаларын жасаң. Яғни жасаған күнәларыңды, алған нәрсеңді орныңа қой деп жатыр. Тәубатан насуха, ол шынайы тәуба болу керек. 10 теңге алдың жана жөкеңнен, 5 теңгемен құтыла салмайым, 10 теңгесін орнына. Жарайды енді деке, 5-ін беремеңіз, қалған 5-і жарайды енді. Ол кезде кімде қателік болмады десе, альхамдулилля, ол кешір. Сондықтан біреудің ақысы мойнымызда кетіп қалмасын, құрметті бауырлар. Ойланайық, кім не істеді? Кім не істеді? Қай жерде біреуге әлім жеттік жасадың? Қай жерде біреуді алдадың? Жаңа красавчик болдың, қыздардың бәрі соңынан жүгірді, алдап кеттім. Жоқ, оның бәрі шығады алдыңнан. Я Раббым, мынадан қақымды алып бер дейді. Біреу келіп сенің өмір бақи намазың сауабын алып кету мүмкін да, сөйтсе екіншісі келіп тұр да, қарындасы. Мынау мені де лақтырып кеткен дейді. Ол сенің жаңағы бір мешіт салған сауабыңды алып кете салады. Сөйтіп ең соңында сенде сауап жоқ, періштелерге бұйырады. Сондықтан тәуба жасайық қазір. Кімді алдадық, кімді арбадық, кімге әлімжеттік жасадық. Бүгін тірі ма көзі? Кешірім сұрайық, тірі болмаса соны сол кісінің атынан естейік. Мысалы, берешектің бір кісіден алған кезінде, мысалы, тартып алдым жаңа. Жерін тартып алдым. Үй салып алдым о жерге. Бүгін ол жерді қайтаруым керек, құн. Ол кісі жоқ. Оның жері қазір 5 миллион. Сол 5 миллион сол кісінің атынан садақа қылу. Я Раббым, сол кісінің ақшасы, сол кісінің бір мешітке мен медресе құрылысына апарып бер, бәленше олы бәленшенің атынан деп марқұм болып кеткен. Оның сауабы сол кісіге барып барды. Саған ештеңе келмейді. Сен тәуба жасаған боласың. Енді Алла субхана тағала истиғфар тілеген адамдарды мақтаған негізі. Негізі өзі истиғфар жасаған жақсы ғой. Бірақ тәубасын ұмытпау керек. Алла тағала айтады Құран-ы Кәрімде: "Уәл мустағфирина бил асхар" дейді. Асхар деген біз сухур уақытын айтамыз. Сухур деген жаңағы сәресінің уақыты ғой. Сәресінің уақыты. Алла тағала айтады: "Уәбил асхари хум ястағфирун" дейді екінші бір айтты. "Уәбил асхари хум ястағфирун". Немесе айтады: "Уәл мустағфирина бил асхар". Анау сәресі уақытында истиғфар тілеушілер қандай адамдар дейді. Ойла, таң атқан жоқ, түн біткен жоқ. Тұрып алып біреу истиғфар айтып отыр да. Ойлашы, таң намаз әлі кірген жоқ.
түн әлі біткен жоқ. Ол болса тұрып алып истиғфар айтып отыр. Бұл халді Алла мадақтаған. Демек ол ақыреттен қорқады, Алланың есебінен қорқып отырған адам ғана сол халді жасайды. Бір адам айтады да, мысалы кейде айтамыз ғой, бүгін түнде ұйықтай алмай шықтым дейді. Неден? Уайымнан. Ал ақыретті уайымдаған адам күнәсін, ол ұйықтай алмайды. Сондықтан Алла тағала айтып отыр, жәнегі сухур уақытында олар сондай дейді, сондай жандар дейді. Сухур уақытында истиғфар сұраушылар дейді. Ойла сен түннің уақытында бір уақытында тұрып истиғфар сұрап отырсың да. Не үшін? Аллаға иман келтір. Ақыретте жауап, кешірек барын білгеннен кейін сені уайым ұйықтатқан жоқ. 2 сантиметр, 10 километр асфальт қайтар десе ұйықтайсың ба сен бүгін түнде? Ұйықтайсың ба сен? О, мен жай ғана бүйтіп кішірейтіп айтып отырмын ғой 2 сантиметрді. Он былай 10 сантиметр төселу керек болған асфальтты 7 сантиметр қылады. 5 метр төселу болған асфальтты 4,5 қылады. Боковойынан да жейді, былайынан да жейді. Енді есептей беріңіз. Кім жаңағы тендер алды осы жерде? Кім тендер алды мысалы? Анау 1000 теңгенің перчаткиін 5000 теңге көрсетеді. Қайтарыңыздар бүгін бәрін. Ол халықтың ақшасы. 500 теңгенің күрегін 6000 теңге қылып жазады. Жоқ, ол болмайды. Сондықтан оның бәрінің сұрауы бар, құрметті. Мүмкін джип мінген шығарсың. Мүмкін жақсы үйде тұрған шығарсың. Мүмкін 10 рет қажылыққа барған шығарсың. Бірақ анау жаңағы 2 сантиметр асфальт қайтпай, тәуба болмайды. Барып, Меккеге барып, Қағбаның жанында өліп қалсаң да. Асылып сол жерде. Күлетін нәрсе емес. Күлетін нәрсе емес. Сондықтан құрметті бауырлар, бұны сіздер өзім деп мен айтып отырмын бұны. Ерте ананы естіп алып, біреулер кетіп қалмасын ана жаққа. О жақта күтіп тұрған ештеңе жоқ бізде. Тәуба жасауымыз керек. Ана қалай қайтарам соны? Сондықтан астыңдағы көлігіңді, астыңдағы тұрып атқан үйіңді сатып болсын, ананы жап, тәубаны жаса. Пока квартираға тұрамыз. Балам, Құдай қосқан жарым, аяқтанып кеткенше квартира тұрамыз. Мына үйді сатамыз. Оны мен ана жерден алған орнына бүгін қойым. Кім біледі ертең өліп кететін шығарсың. Мына машинаны сатамыз, бір велосипед, автобуспен жүреміз. Әлеуметтік транспортпен. Қалай соны? Солай оңай карточкасын аламыз, сонымен жүр. Ана джипті бұны сатып ананы қой, асфальтты оны. Ана 5 ағаш егілмей қалды, соны егуім керек. Ана былай жалпасынан қалайтын кірпішті тігінен қалап кеттім. Соны бүгін орнына қою керексің. Көп қой айта берсем қазір мен айта берсем. Ана көрдіңіздер ме? Мысалы күніне мешіттің әжетханасына 10 әжетхана қағазы қойылып жүрсе, соның ол екеуін жеп қойып жүргенше бүгін қайтару керек оны. Осы ойлап қалмас тендер алған адамда ғана деп. Міне соның бәрі есептеп. Мына екі жақта отыр. Кімде отыр? Қандай періште? Отыр. Өзімше ана сергекті айтып жүрміз ғой, аз бала екен түсіріп алып. Мына екі періштені ұмытып кеткенбіз ғой. Негізгі сергек мына екі жағымызда тұр ғой. О ана сергеген істемей қалуы мүмкін, тоқ жетпей қалуы мүмкін ғой. Оны барып ар жақта отырғандағы битесандар дейсің да жаңағыдай. Битесаш жаңағы зүйем айтып қой дейсің да жаңағыдай. Бұл мәселе сенің досың әнжетек қой, ана битесі өшіре салсын. Әйтеуір өшіп қарасаң не жоқ болып кетеді ғой. Ұстаз сізде бір не тұр екен, алып тастай салайын ба? Бүйтіп ойлау, алып тастайсың. Қуанып қаласың ғой жаңағы. Қуанып қаласың. Жоқ, мына екеуінде ондай жүрмейді. Мына екі сергекте ондай жүрмейді. Және ол отказ бермейтін сергек. Ол отказ бер. Анау енді отказ бермейтін техника ғой ол. Адамның қолынан шыққан нәрсе. Болмаса ар жағындағы отырған адам бүйтсең жақсы дейді жаңағыдай.
намазда бірінші қатарға тұрасың ғой дейді. Имекен болды дейді. Көріп қалса, кел жоғары шыға, мына жерге отыр дейді. Соң квит екеу. Анау ананы істеді, анау ананы істеді. Шындық қой. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті бауырлар, тәуба етейік. Алла баршамыздың тәубаларымызды қабыл етсін. Сондықтан жаңағы аятты, басындағы аятты неге оқыдым? Адам ойлану мүмкін да жаңағыдай. Алла тағала айтып жатыр, осылай күнәға белшесінен батқан менің құлдарым айтшы дейді. Ей Мұхаммед дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Олар менің рахметімнен күдер үзбейді. Сондықтан сіз қанды 10 сантиметр асфальт жеп қойсаң да Құдайдың рахметінен күдер үзбейді. Құдайдың рахметінен күдер үзбейді. Алла мейірімді. Бірақ қолынан келгенше ананы жап. Совхоз директоры қанша қой кетті? Қой орнына бұл. Енді о жерде Алла сақтасын, енді айтпай қой. Айта берсін, көп нәрсе қой, Көп нәрсе болды ғой, айтыңызшы. Сонда бұлай қарасаң, өзі адам негізі әр жаратылыс өзіне тиселсін жейді, бірақ адам бәрін жейтін адам екен ғой. Асфальтты да жейді, темірді де жейді, мысты да жейді, марганецті де жейді, бәрін жейтін адам екен. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті бауырлар. Енді сондықтан бұл жаңағы истиғфарды көп қылуымыз керек екен ғой. Және үшіншіден, бұл истиғфар мин сифатул муттақин екен. Бұл тақуалардың сифаты екен. Негізі истиғфары бар адам, онда тақуалықтың белгісі бар деген сөз. Не үшін адам истиғфар тілейді? Ол күнәсін мойындаған адам жасайды истиғфарды. Міне, тек жай адам истиғфар жасамайды ол. Күнәсі бар адам истиғфар жасайды. Және сол күнәсіне ертең жауап беретін, білетін адам истиғфар жасайды. Сондықтан Алла Субхана тағала не деді? Бұл истиғфар айтушыны, ол истиғфар айту, тақуалықтың бір сипаты деді. Көрдіңіз бе? Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, وَسَارِغُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ дейді міне. Бұл аятта Алла Субхана тағала асығыңдар дейді, وَسَارِغُوا асығыңдар дейді. Алланың кешіріміне асығыңдар дейді да. Және сол кешірім арқылы жәннатқа дейді, кеңдігі аспан мен жердің арасындай болған жәннатқа сындар дейді. Тақуалар үшін даярланған дейді. Сонда Алладан кешірім сұрау жәннатқа жетелейді, тақуаларға дайындаған. Сонда тақуалықтың сипаты деп келді истиғфар айту. Негізінде солай бол. Құдайдан қорыққан адам ол тақуал истиғфар айтады. Құдайдан қорықпаса ол несін истиғфар айтады? Ол тәубаны білмесе, тәубаның шартын білмесе, ол қалай истиғфар айтады? Өзі бейшара зорға кеп жүр еще мешітке жаңа. Досы сүйреп жүр оны. Бір как будто соған керек сияқты жаңа. Ол өзі келу керек. Сондықтан Алла Субхана тағала керісінше біз жүгіруіміз керек. Неге? Иля мағфира мен Раббыларынан кешу. Біз не? Біз откат беруге асығамызда откат беру. Күнәні сатып алып жатырмыз ғой, күнәні. Сатып алып жатырмыз ғой, күнәні сатып аламыз. Жаңа 1000 теңгенің нәрсесін 5000 теңге көрсетеміз. Енді ар жағын айтпай қойын, енді ауыр келер адамдарға. Алла жеңілдігін берсін енді. Пендеміз ғой. Ал енді кім истиғфар айтса, Алла оны кешіреді. Алла Субхана тағала Құранның кәрімде айтады: وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا
ау язлиму нафсаху, кімде-кім бір жамандық жасса, немесе өзіне бір зұлымдық жасаса, сумма ястағфириллаха яжидиллаха ғафура рахима, сөйтіп ол кейін Алладан кешірім тілесе дейді, ол Алланы кешірімді, мейірімді екенін табады дейді. Алла өте мейірімді. Алланың мейірімділігіне бір мысал келтірейін. Бізді күнә жасаған уақытымызда дереу сол сәтінде жазаламауы бұл Алланың мейірімі екен ғой. Егер дейді Алла Субханала тағала біз күнә жасаған уақытта сол сәтте бізді жазалайтын болса, ешкім күнә жасамай қояды екен ғой. Ешкім күнә жасамай қалды. Қазір күнә жасасаң, басыңа жай түсетінін білсең, өліп кетсең жасамайсың ғой сен оны. Бірақ соны сен пендешілігің басып жасайсың, кейін кешірім сұрайсың, Алла сені жақсы көреді. Қараңыздар. Бұл Алланың мейірімі. Алланың мейірімі. Сондықтан арасында қателесіп тұру керек та, бет. Кішкене. Неге? Таубаны ұмыт кетпеу үшін. Анау бірдеңе істеп жүрмеңіздер, астағфираллахул азим. Ұстаз айтқан қателесіп тұру керек арасында. Ау. Біреуді ұрғым келіп жүрді, ұрып алайшы, сол момент пайдаланып деп жүрме жаңа. Енді истиғфардың бір пайдасы бұл бәлені қайтарады, жақсылық пен берекет әкеледі. Негізі мынау жаңағыдай жаңбыр истисқа намазындағы негізгі бір шарт бұл истиғфар айту ғой. Истиғфар айту. Бірде бір адам Хасан аль-Басридің алдына келеді. Үлкен кибар табиғин адам. Айтады, мынау қуаншылық қинап жерді дейді. Истиғфар айт дейді. Екінші бір адам келеді. Кедейшілік қинап жерді дейді. Бала шағасына ішіп жейтін напақасы жоқ. Истиғфар айт дейді. Сонда Хасан аль-Басридің жанында отырған адам айтады, имам дейді. Анау жаңбырдың жоғын айтып кетті, оған истиғфар айт. Мынау бала шағасына ас таппай отырған айтып, оған да истиғфар айтып келдің дегенде Хасан аль-Басри айтқан екен. Бұл менің емес, бұл Алла тағаланың жауабы деген. Алла Субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Фақулту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара юрсилис сама алейкум мидрара ва юмдидукум би амвалин ва банин" деп келтіреді да. Алла тағала айтады: "Айт, фақулту стағфиру Раббыларыңнан кешірім сұрадым де" дейді. Ол кешірімді дейді. Истиғфар сұрасаң дейді, юрсилис сама алейк, ол аспаннан сендерге толассыз жаңбыр жібереді дейді. Негізі сол адамның күнәсі берекетті бөгейді ғой. Сөйтіп қуаншылық болады. Енді адам истиғфар айтқан уақытта Алла сол пендесінің күнәсін кешіретін істейді, аспаннан толассыз жаңбыр жібереді. Және уайумдиткум би амвалин ва банин, сенің бала шағаңа тапқан дүниеңе Алла берекет беріп қояды дейді. Сондықтан үйде жаңағыдай тапқан табыс жетпей жатса, бір қиыншылық туып жатса, анау кредитке жүгірмеңдер, истиғфарға жүгіріңдер. Демек сенде күнә көбейіп кетті. Сол үшін сенің ырзық несібен кеміп жатыр. Ырзық несібен кеміп жатыр. А сен ойлайсың жаңағыдай қарам нәрсемен ырзық несібемді орнына қойып аламын. Жоқ. Сөйтіп бір алады, екі алады, үш алады, төртінші алады да асылып қалады болды. Аллаху акбар. Сол шеше ме? Жетпей жатса истиғфар айт, демек береке бермей тұр Алла тағала. Бір жерде қателік кетіп жатыр. Не сенде, не сенің жұбайыңда. Қолына таш пәперді үйде истиғфар айтқызып қойса, таңертең кешке истиғфар айтын, кино көргенше жаңа. Берекет келеді. Берекет келеді. 1 миллион айтсаң, 1 миллион теңге келеді десе. Алла мейірімді. 1 миллион өсек айтса ғой сол ортада. Одан зікір айтсын, истиғфар айтсын. Зарплата отырғыз қой жаңа. Айына осынша айтсаң, осынша беріп тұрамын дейді. Зато истиғфар берекет келеді малыңа. Оны блогер қылып қойғанша оны жаңағы.
Истиғфар шығып қойды. Зарплатаға отырғызбай болды. Истиғфар айтсын. Таңертең кешке үйде отыр. Алла берекетін береді иншалла. Бірақ жатып алып жүрмесен жаңада истиғфарды айтып, ол келмейді өзі. Әрекет қылу керек кішкене. Жұмыс істеу керек. Жұмысқа ұмтылуымыз керек. Жаңағыда жұмыстың ақылы, жаңағы ақылы көбіне қарай емес, шамасы келетінін ал. Шамасы келетінін ал. Жаңағы 1 миллион зарплата болса, мен де депутат болып барар едім. Сен депутаттыққа лайықсың ба, өзің ойлаш. Жарайды, зарплатаны аласың. Қиямет күнде не істейсің? Егер сенің сол депутат болып 1 миллион теңге алам деп баратын болсаң, ал сенің сол жерде еңбегің бар болғаны 100 мың теңгелік қана жұмыс істеген болсаң, ар жағында 9 мың теңгені қияметте құясың қайтадан орнына. Сіз ойлап қалмаңыз жаңадан. Ән жерде 5 жыл ұйықтап отырсам жетеді. Жоқ, олай болмайды. Оның бәрі қайтады. Миллиардтардың бәрі қайтады. Уайымдамаңыздар. Бүгін қайтпаса да ертең қайтады, ертең қайтпаса да ақыретте қайтады. Ана ауылды жерлердің қаншама жолдар жиелінді ғой, бәрі қайтады, бәрі қайтады. Кеш болса да қайтады. Ең болмаса жаңа сол жолмен жүрмей кетсек, жүрмей кетейік, бірақ ақыретте соның сауабы бөліп беріледі сіздер. Сол ауыл тұрғындарына, алхамдулилля. Болмаса қазақ айтады ғой, жалғандық ақыретке кетпейді деп. Сондықтан адал болайық иншалла. Мен мына іске лайық емеспін, мен мұның еңбегіне қызықпайын. Ол берекетті беретін Алла. Ой, мына жұмыстың мынау деген масқара ғой, мен ондай жұмыскер адам емеспін мен. Деп өзіміз мойындай білуіміз керек. Көрдіңіз? Маған андай мұнда откат берсеңіздер болады деген сияқты ғой. Дейтін адамдар бар, откатын беріп, өзінше ойлайды жаңа, умрасын жасайды, қажылығын мешіт салады, ойбай, не істемей жатыр адамдар. Алла жар болсын оларға. Уақыт болды ма? Айта берсем әңгіме көп қой, біраздан кейін жылайсыздар иншалла. Онда дәреттеріңіз жаңалап келіңіздер, иншалла тағы бір жол түскенде әлі бір истиғфардың темасы көп. Жалғастыратын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма инна нас'алука ғилман нафиға ва ризқан васиға ва ғамалан мутақаббала. Раббана аманна фағфир лана зунубана ва каффир ғанна саййатина ва тауффана мағал абрар. Я Аллахым, сен мейірімдісің, сен рахымдысың. Біздердің күнәларымызды кешіріп, тәубаларымызды қабыл етші, Аллахым. Я Раббыма тағала, өзімізге тиселі болмаған нәрсені алған болсақ, сол алған нәрсемізді қайтарып, орнына қойды өзің нәсіп етіп, қияметте жүзімізді жарқыл, өзің кешірген, тәубалары қабыл болған, сұраусыз жәннатқа кіретін пенделердің қатарынан етші, Аллахым. Я Раббыма тағала, сен мейірімдісің, сен рахымдысың, я Алла тағала. Сен кешірімдісің, біздің қателіктерімізді кешір, жамағатымызбенен, я Раббым, осы өзің қасиетті үйіңде жиналғандай баршамызды фирдаусыл ағлада жина, я Аллахым. Ва саллаллаху аля сайидина Мұхаммед ва аля алихи ва асхабихи ажмағин би рахматика, Аллаху акбар.